Бисмилля. 3 айға дейінгі баланы дұрыс көтеру жайлы түсіндіріп өтейін. Баланың омыртқасы мен бұлшықеттері өте нәзік. Бала әлі басын көтере алмайды. Сондықтан бұл кезеңде баланы төсектен көтергенде бір қолыңызбен баланың басы мен мойнынан, ал екінші қолыңызбен жамбасынан ұстап, баланы жаймен бір қапталға қаратамыз да, 1-2-3 секунд фиксация ұстап, қозғалтпай ұстап тұрамыз. Сосын баланы жаймен көтеріп алып, арқасынан өз денеңізге тақап, тигізіп ұстап тұрамыз. Аяқтары екі жаққа қарайды. Осылай, екі жаққа қарай ашылып, тізе жоғары көтерілгенде, ортан жіліктің басы жамбас шұңқырына дәл орналасады. Бұл әдіс буынның дұрыс дамуына стимулдайды. Ал егер де балаңыз 4 айдан асқан, мойнын ұстай алатын болса, баланы айландырып аламыз да, өзіңіздің беліңізге әкеліп, аяғын екі жаққа жібереміз де, баланың бір қолмен омыртқасына, екінші қолыңызбен жамбасынан фиксация жасап ұстаймыз. Бұл кезде басынан ұстаудың керек жоқ, баланың мойны қатайған уже. Бала екі жаққа қарайды өзі. Баланы дұрыс көтерудің ең басты ережесі, бұнда бас, омыртқа, жамбас үшеуі бір сатыда тұру керек. Баланы белі қатаймаған, мойны қатаймаған баланы былай ұстауға болмайды 3 айға дейін. Былай ұстауға болмайды, былай ұстауға болмайды. Себебі мұны салбырап кетеді, бас салбырап кетті мұнда. Мойны салбырап кетеді, ол басын көтере алмайды, ұстай алмайды. Сондықтан міндетті түрде баланы осылай ұстаймыз. Пайдалы болсын.